Пайтақтымызда жайласқан Бердағ атында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде Атрап орталықты абадаластыру мақсатында жасыл макан улма милли жойбарына старт берілді. Нөбеттегі репортажымыз міне сорынан таярланған. Ayni shu joybar шеңберінде университеттің профессор оқытушылары һәм студент жастары бір мәнзілге жәмлесті. Университет ректоры Ахмет Рейімовтің басшылығында шөлгемлестірілген бұл үләжді Атрап орталықты асырап абайлау әрбіріміздің басты вазипаларымыздың бірі екенлігі айрықша тілге алынды. Бұндан соң университет жамааты жақсы ниетлермен декоратив һәм юелі терек нәллерін отырғызды. Бізде міне биылғы жылда режелеріміз жүдә көп. Осы бәһәр айында біз 10 мың әрқилы юе нәллері егу бойынша біз режелерді алғанбыз. Бірақ біз осы режеден тысқарыда сол тұзға шыдамлы, шөлге шыдамлы каталпа һәм соған ұқсаған сол нәллерден қазіргі күнде алып, олардан сол университетіміздің территориясына егіп жатырмыз бүгінгі күнде. Басқа да нәллерді егу бойынша режелеріміз міне біз жылдың ақырына шейін 20 мыңнан асырмақшымыз. Шымбай районындағы факультетімізге һәмде Қалқабаттағы сол бөлімдерімізден сол жердегі территориялардан юе нәллерін һәм басқа да нәллерді отырғызуды режелестіріп жатырмыз. Жасыл макан улума милли жойбары бүткіл еліміз бойлап әмелге асырылып отырған ахметлі басылмалардың бірі. Осы жылы қоршаған орталықты қорғау һәм жасыл экономика жылы деп аталғанын есапқа алатұғын болсақ, бұндай әләжларды барлық орынларда өткеруіміз ахметлі есапланады. Бұл болса өз орнында қоршаған орталықты қорғау, жасыл майданларды кеңейту һәм экологиялық мәдениетті арттырады. Университет жамааты һәм студенттер тарапынан егілген әрбір терек нәллері келешек әулетлерге табиғатымызды таза халында жеткеруге һәм жастардың табиғатқа деген мехр muhabbatni asruuna tikar bo'ladi. Bu yashil makon doirasida biz universitet hududidagi joylarda mevali va manzarali daraxtlarni ekib, universitetning yanada go'zallashishiga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Bu loyiha bo'yicha hozirda talabalarimiz qarovsiz yerlarni choyliq tozalab, daraxtlar ekib, ularni taylarni sug'orib, o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Bunday жасыл макан улума милли жойбары шеңберіндегі кең көлемлі әләжлар орынларда еліде davom etеді.